Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабақтың тақырыбы терезеде гүл тұр. Мақсатымыз күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсінесіздер. Сөйлеу барысында көптік, тәуелдік, жіктік, септік жалғауларын қолданасыздар. Жаңа сөздер: сынып, класс, терезе, окно, су құяды, поливает, гүл, цветок, жапырақ, лист. Сынып, терезе, су құяды, гүл, жапырақ. Жаңа сөздерді оқыңдар, сөздік дәптерге жазамыз. Сынып деген сөзін тәуелдеп, сөйлем құрастырамыз. Және бұл сөйлемдерді дәптерді ашып, дәптерге жазамыз. Келесі тапсырма, балалар. Тиісті жалғауды жалғап оқимыз. Мен гүлге су, сен гүлге су, сіз гүлге су, ол гүлге су. Мен гүлге су құямын, сен гүлге су құясың, сіз гүлге су құясыз, ол гүлге су құяды. Келесі тапсырма, балалар. Сөйлем құрастырамыз. Және ол сөйлемдерді дәптерге жазамыз. Бұл сөйлемдердің астында тиісті сөздер бар. Сол сөздерді сөйлемдерге қоясыңдар, және дәптерге жазасыңдар. Тексерейік. Бұл үлкен терезе. Терезеде гүлдер тұр. Гүлдер әдемі. Анель гүлге су құяды. Ал қазір, балалар, оқулықпен жұмыс
істейміз. Оқулықта 75 бетті ашыңдар. Сол бетте мәтін бар. Мәтінді тыңдаңыздар, қайталаңыздар, оқыңыздар және аударыңыздар. Бұл менің сыныбым. Сыныпта 3 терезе бар. Терезеде гүл тұр. Әлібек пен Анель гүлге су құяды. Гүл әдемі. Қайталаймыз. Бұл менің сыныбым. Сыныпта 3 терезе бар. Терезеде гүл тұр. Әлібек пен Анель гүлге су құяды. Гүл әдемі. Ал енді балалар, өздерің оқып, аударыңыздар. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма. Сөйлем мен суретті сәйкестендіріңіздер. Бірінші бағанда сөйлемдер жазылып тұр. Екінші бағанда суреттер. Сендер бұл суреттер мен сөйлемдерді сәйкестендіріңіздер. Бұл сынып. Сыныпта 3 терезе бар. Терезеде гүлдер тұр. Мына гүл әдемі. Гүл қызыл, жапырақ жасыл. Мен гүлге су құямын. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы. 76 бетте 3-ші тапсырма. Гүлдердің түсі қандай деген сұраққа жауап беріңіздер. Ол жауапты дәптерге жазыңдар. Және кел жаттығайық деген бағанда өлең бар. Өлеңді мәнерлеп оқып, аударып, жаттаңыздар. Бүгінгі сабақтың соңында біз 5 саусақ әдісін қолданамыз. Бас бармақ өлең жатқа білеміз, иә балалар? Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкене бөбек. Әр саусақ бізде әр тапсырманы білдіреді. Бас бармақ мен үшін маңызды және қызық бүгінгі сабақ болды. Балаң үйрек маған түсініксіз болды. Ортан терек маған жеткілікті болмады. Шылдыр шүмек менің көңіл күйім қандай болды бүгін. Кішкене бөбек менің ұсынысым. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.